1-2-1-2. Бәріне ассаламалейкум достар. Қазір біз бостарға әнін гитарада ойнап үйренеміз. Көріп тұрғандайындай достар, наконец-то микрофон алдым. Онымен қоса микрофоннан бөлек наушник бар, сосын звуковая карта алдым. Мен қазір сіздерге толықтай көрсетемін. Мінекей мына менің жұмыс орным. Наушниктің әріне салаттан шешкен жоқпын. Микрофон M-Audio'ның микрофонын алдым. Звуковая карта. Осы үшеуі комплектпен 88 мыңға алдым Каспийдан. Осы микрофонды алуға қолдау білдірген, көмектескен барша адамдарға рахметімді айтқым келіп отыр. Алла разы болсын. Осымен соңғы жаңалығым аяқталды. Енді разборды бастайық. Даланы мендей сүйемін сендей, бауырма қоса. Назым әні сен, сазым әні сен, жаныма қоса. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан, қос едің ғой кең далаға бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба бос тұрғайып, жол ұяна қонбайсың ба бос тұрғайып. Аккордтары бар есіз. Бірінші аккорд EM, одан кейін D, айтпақшы. Шумақтың, бірінші шумақтың аккордтарындай EM, одан кейін D, сосын C, одан кейін H жеті. Қайырмасына келген кезде аккордтарындай болады G, G болады, сосын бар D болады, одан кейін AM болады, сосын H жеті болады. Потом соңында ең қойды. Мұна жақта мен 8-дік перебормен бастадым. Мысалы, ұрып ойнағыларын келсе, онда ұрып бастасындар бат жаңа. Қас көрсететін қағыспен. Даланы мендей, сүйемін сендей, бауырыма қосын деген сияқты. Немесе перебормен ойнасындар бат. Мен сіздерге шумақты перебормен көрсетемін, сосын қайырмасын қағыспен. Перебор 8-дік. Уже көп видеоларымны көріп жүрген шығасыңдар. Үйреніп алған шығасыңдар уже міне. 6-3-2-1-3-2-3-6-3-2-1-3-2-3. Перебор ойнаған кезде әрбір аккордта бастайтын өзінің бас стороналары болады. Мысалы, EM мен G тұстаған кезде біздер әрдайым 6-шы сторонадан бастаймыз. Енді біздер AM-ға барған кезде және де C-ға барған кезде, одан кейін H7-ге барған кезде біздер 5-тен бастаймыз. Жаттап алдыңдар. Одан кейін D-ға барған кезде біздер 4-тен бастаймыз. Енді бұл жерге текст шығады қазір и бастайық. Даланы мендей, сүйемін сендей, бауырма қосын деген бауырымыз H7-ге. И сосын дәл осылай төртеуі қайталанады. Назымнан әсем, сазымнан әсем, жаныма қосын. Біздің тағы бір өтінеміз да тіршілікте деп мұнда қағыспен немесе перебормен де ойнай берсеңдер болады. То есть тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан, қос едің ғой кең далаға бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба бос тұрғайым, жылыяна қонбайсың ба бос тұрғайым. То есть перебормен де ойнай берсеңдер болады. Қағысы мынадай. Бірінші қағысты ұстап қаламын. Төмен ұстап қаламын, сосын жоғары, көшкі жоғары, төмен жоғары болады. Төмен, жоғары, көшкі жоғары, төмен жоғары. Там, 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 там,
жерде аяқтадық. Жаныма құсым деп бірінші шумақты аяқтадық. Сосын тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан құс едің ғой, кең далаға бауыр басқан аяздарда тоңбайсың ба бозторғайым, жылыяна қонбайсың ба бозторғайым. Міне достар, осылай біздер бозторғай әнін гитарада ойнап үйрендік. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі разборда көріскен.